Маңғыстау облысы. Республиканың жетекші көліктік логистикалық және өнеркәсіптік өңірлерінің бірі. Облыс аумағында халықаралық көлік бағдарларының маңызды учаскелер өтеді. Қазақстанның теңіз қақпалары, Ақтау порты және Құрық порты Транскаспий халықаралық дәлізінің көліктік логистикалық жүйесінің маңызды буындары болып табылады. Бұл ретте өңір табиғи ресурстарға бай. Барлық қазақстандық мұнай мен газ өндірудің 1/4 бөлігі Маңғыстау облысына тиесілі. Өңіріміздің шағын ауданында фосфориттер, минералдар және ас тұзы, темір рудасы және басқа да пайдалы қазбалардың кен орындары барланған. Бұл экономиканың логистика және мұнай жабдықтарын өндіру, металлургия өнеркәсібі, машина жасау, химия өнеркәсібі және тағы басқа басым салаларын дамыту үшін қажетті барлық жағдайды жасайды. Облыста Ақтау теңіз порты арнайы экономикалық аймағы жұмыс істейді. Оның аумағында арнайы құқықтық режим қолданылады. Сондай-ақ Маңғыстау индустриялық аймағы да бар. Бұл алаңдар барлық қажетті инфрақұрылыммен қамтамасыз етілген. Маңғыстаудың бай тарихи мұрасы, көптеген көрікті жерлер, теңізі және ұзақ мерзімді жағажай маусымы бар. Бұл ауқымды туристік әлеуетті қалыптастырады. Өңірдің осы барлық ерекшеліктері әлемнің түкпір-түкпірінен шетелдік инвесторларды тартады. Бүгінгі таңда Маңғыстауда Forbes Global 2000 тізіміне кіретін әлемдік технологиялық көшбасшылар мен трансұлттық компаниялар жұмыс істеуде. Сонымен инвесторлардың таңдауының 5 себебі: ерекше көліктік логистикалық әлеуеті, бай минералдық шикізат базасы, дамыған индустриялық инфрақұрылымы, ауқымды туристік әлеуеті, инвестицияларды қолдау және қорғау жүйесі. Маңғыстау облысына инвестиция салыңыздар. Бизнесіңізді бізбен бірге дамытыңыздар.